Бірінші күйеуім осыдан 10 жыл бұрын жол көлік апатына түсіп, қайтыс болды. Жесір қалдым. Қызым сол кезде 4 жаста болатын. Бәріміз бір көлікте едік. Қатты жылдамдықпен сайға аударылып кеттік. Есімді жисам, жансақтау бөлімінде жатыр екем. Күйеуімнің қайтыс болғанын үйге келіп естідім. Бұл маған ауыр соққы болды. 10 бауырым бар. Ол кезде анам марқұм тірі болатын. Анам қайтыс болған соң бауырларымның үйіне сыймадым. Дұрысы сыйғызбады. Ар намысыма тиетін неше түрлі сөз болды. Сөз сүйіктен өтті. Ашумен бір көрген адамға тұрмысқа шығып кеттім. Екінші күйеуімнің әйелі қайтыс болған. Жалғыз қызы бар тұғын тұрмысқа шығып кеткен екен. Ауылдық жерде тұрдық. Күйеуім ескі көлігімен қалаға адам таситын. Ал қалған уақытта бос. Қызыма әкесі жоқ болған үшін жәрдемақы төленетін. Сонымен күн өтіп жатты. Алғашқы 4 айда жап-жақсы өмір сүрдік. Сұмдықтың бәрі кейін басталды. Күйеуім қызғаншақ болып шықты. Тіпті бауырларыммен сөйлесуге тыйым салды. Әуелі телефонымды тартып алды. Артынан арақ ішетінді шығарды. Арақ ішіп алады да бейәдеп сөз айта бастайды. Үндемеймін. Неге үндемейсің деп қол көтереді. Сөйлесең, неге сөз қайтарасың деп тағы ұрады. Қоятын шығар деп шыдап жүрдім. Бір күні дүкенге азық-түлік алуға шықтым. Ойымда ештеңе жоқ. 14 жастағы қызым үйде қалды. Келсем, тым-тырыс. Қызым бір бұрышта тізесін құшақтап көңілсіз отыр екен. Не болды деп сұрадым. Басын шайқады. Осы кезде күйеуім келді де себептен себепсіз бетімнен бір ұрды. Неге ұрасың дедім. Сөз қайтардым деп төбелеп тастады. Екеуміздің айқай-шуымызды көрген қызым екі құлағын жауып сыртқа қарай қашты. Артынан мен де жүгірдім. Бірақ күйеуім шашымнан ұстап, жерге сүйреп, ішке қарай кіргізді де бірнеше рет ішімнен тепті. Орымнан тұрғаным сол, екі қолыммен екі құлағымның тұсынан бірде ұрды. Осы кезде есімді жоғалттым. Есімді жисам, төсекте жатырмын. Жанымда қызым жылап отыр екен. Ботақа не болды дедім. Үндемеді. Ұрып соғу, азаптау, қорлау осылай жалғаса берді. Үйге кетейін десем, өлігін шығады деп пышақты ала жүгіреді. Үрейден қызым екеуміздің жүрегіміз ұшып кете жаздайды. Ешкіммен де сөйлеспейміз. Күйеуім көріп қойса таяқ жейміз бе деп қорқамыз. Қашып шығайын десек, жолдамыз таба ала ма деп алаңдаймыз. Адам басына түскен соң бәріне көндігіп кетеді екен ғой. Қазір қарасам, жарты жыл уақытымыз қорқыныш пен үрейде өтіпті. Мені сол күйден шығарған қызымның жайы болды. Қызым күннен күнге тұйықталып, бір бұрышта ойға бататынды шығарды. Аз сөйлейді, күлмейді, ашылып ештеңе айтпайды. Сөйтсем, ауыр соққыдан есінен танған кезімде әлгі екінші күйеуім мені қорлағаны қоймай, қызымды зорлапты.
зорлап қана қоймай, біреуге тыш жазсам өлтіремін деп қорқытып келген екен. Өкінішке орай, оны кеш сездім, кеш білдім. Бір күні күйеуім арақ ішіп алып, мынауың қыз емес, пәк емес, деді. Жүрегімді жұлып алғандай күй кештім. Не деп тұрсың, дедім айқайлап. Қызым бетін жауып, жылап сыртқа қарай қашты. Ал күйеуім болса күліп тұрды. Қанша ұрып соғып қорлағанымен, әлі 12 гүлінен бір ашылмаған құттай қызымды зорлап тастайтындай айуандыққа барады деп ойламаппын. Қазір қызыммен бірге бөлек тұрамыз. Есімді енді жинап отырмын ғой. Азапқа толы күндерімді ойласам, сағаттап бір нүктеге қарап жылай беремін. Мені қойшы, өрімдей жалғыз қызымның өмірін құрттым, талқандадым. Ойласам, өртеніп кетердей боламын. Әлгі азғынға зорлау бабымен сотта іс қаралып жатыр. Өзі қамауда, бірақ айыбын мойындамайды. Сотта қорғаушылар қызды бірнеше айда бірнеше рет зорлады дейсіз. Өзіңіз сол кезде қайда қарадыңыз? Деп мені сөгеді. Өзімде, өзегімді осы сұрақ өртейді. Қаршадай қызымды қорғай алмадым. Бір түйір қызымның тағдырын талқан еттім. 12 гүлі ашылмаған нәзік жанды ботақаным еді. Қазір мен елге қара бет болдым. Әңгіменің соңы. Авторы Диляра Иса.